телевидениені Директордың қызметін атқарушы. Директордың қызметін атқарушы Қайраттың дедің ғой сен жаңа, иә бауырым? Қашан кетті директор? Онда сіз мына жаққа отырсаңыз, біз сізден сұрасақ. Сонда өзі бір сыпайы жақсы директор келіпті ғой бұл жаққа. Енді неге бізбен орысшадан бастайсыңдар айналайындар? Жоқ, қазақша сөйлеп жатыр. Мен кірдім де айттым ғой, мен орысқа ұқсамаймын, сәлематсыз десеңдер іштедім ғой. Сол сөздің өзі асқындырып жібереді қарым-қатынасты. Көрдіңдер ме? Жақсы отырған. Мен мысалы түнде Тараздан келіп отырмын, осы сендерді көру үшін, сұрақ қою үшін. Келе салған кезде сендер менің орыс екенімді көздерің жетіп тұрған жоқ қой. Және мен сендерге айттым, сәлематсыз десеңдерші айналайын дедім. Ешқандай сендерге біз қатты сөйлеген жоқпыз. Ата-аналар отыр, балаларымыздың бәрі тапсырған. 1200-ден жоғары бал алған, отыр. Біз сендер баламызды ал деп сендерге жалынып келген жоқпыз. Біз талап етеміз. Қазақстан қазақтар үшін. Сендер орыс тілді қазақты жетістіріп жатқан жоқсыңдар ғой. Қазақтың ақшасына неге сендер соншалықты былтырғы қазақ тілді бітіргендерден кем қабылдап жатсыңдар биыл? Және сендер заңды түрде, саяси түрде жыл сайын асырып отыруларың керек балаларды. Өйткені қай тілде сабақ бересің, сол халыққа қызмет етеді. Оны айтқан мен емеспін ол. Қанатты сөз. Әке-шешелерін қарт үйіне тапсырып, балаларын туалетке лақтырып жатқанның бәрі орыс тілді мектепті бітірген қазақтың балалары мен қыздары. Біздің болашағымызды ойласаңдар, өздерің кәдімгі ұстазбы деп отырсыңдар. Бәрің ұстазсыңдар ғой. Ұстаздың мақсаты, оның қандай екенін білесіңдер ме? Сендер бала арқылы ұлтты тәрбиелейсіңдер. А біз қазір мәңгүрттерді тәрбиелеп отырмыз. Орыс тілді. Ана үлкен Оразкүл деген апайларың айтып жатыр ғой. Менің әке-шешем де педагог болған. Бізде қазір биліктегі адамбыз. Бізде де жастар қанаты бар, орта жігіт ағасы, ел ағасы, әулие атаның кәдімгі билер алқасы бар. Білесіңдер ме қазір қалай көтерілейін деп жатыр? Сендер өздерің бәлетілеп отқан адамсыңдар ғой. Неге келген кезде, мысалы, менің өз басыма айтсам, 3-4 экзамен тапсырып келген балалардың болашағы, жаңа 700-800-ден басқа қалаларды өткізіп жатыр. 1200-ден жоғарыған балалар далада жүрмін, сүмірейіп, жылап сықтап. Намыс болу керек қой бір мезгіл. Айналайындар, не үшін осыңдар? Мына закон бумеранга деген бар. Алдыңнан шығады айналайын. Мен ақсақал ретінде айтайын. Сендердің қазаққа жасап жатқан қиянаттарың сенің балаңнан да, сенің қызыңнан да, сенің балаңнан да шығады. Сол кезде сендер өкінесіңдер, бұл не болды деп. Сонда сендер қазір өздеріңнің мемлекеттік құқықты қорғап жүрген жоқсыңдар. Алған айлықтарыңды алып дір-дір етіп келген ата-анаға бүйтіңдер, сөйтіңдер деп бізге приказ жасағыларың келеді. Бұйрық жасап, ана жерде отырған адамға анау келіп сені күзетшің келіп кіріңдер деп жатыр, сендер шақырып деген сөз жақсы емес. Сен Қайрат, ұстаз ретінде, басшы ретінде келіп, аға, келіп отырсыз ба, нағып отырсыздар. Мен осы жердің жаңа басшысымын. Сіздердің мен білейін десең, сол саған жарасады. Ана ит қосшыңды, ат қосшыңды жіберіп бізді қорқыта алмайсың.